Жалғастырайық, арзан мұнай мен байлыққа шылқыған кен орындарының дәуірі өтті. Ендігі жерде менеджерлердің сөзімен айтсақ, өндіруші компаниялар тереңге кетеді. Дәлірегі 200 метрге. Бұл жөнінде Қазэнерджидің 7-ші Евразиялық форумының жабылуында айтылды. Алқалы жиынның қорытындысы іспетті шара пресс-ти аталады. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары мен саясаткерлер және ақ кәсіпкерлер мұнда еркін пікір алмасты. Әңгіме ауаны көбіне мұнай тақырыбына ойыса берді. Қауымдастық төрағасы Тимур Құлыбаевтың пікірінше, алдағы уақытта мұнай мен газға деген сұраныс артпаса кемімейді. Бұл жағдайдан технологиясы жетілген ширақ компаниялар ұртады. Саланың білгір мамандары арзан қара алтынның ауыл алыстап бара жатқанына тоқталды. Запасы, которые мы сегодня добываем, мұнай мен газды қарқынды түрде игеру бұл байлық қорының белгілі межеден бұрын түгесілетініне әкеп соғады. Сондықтан геологиялық барлаудың құны өсіп, жаңа кен орындарының да бағасы аспандайды. Бұған дәлел Қашаған. Оның тәжірибелік өндірістік фазасына біз 45 миллиард доллар жұмсап отырмыз. Бұл қыруар қаржы. Арзан мұнайдың дәуірі өткенін осыдан көреміз. Қазақстанның мақтанышына айналған осы Қашаған 2013 жылдың наурызында мұнай бере бастайды. Алайда форум аясында мерзімдер емес, жоба акционерлердің өзгеруі мүмкін деген әңгіме көбірек талқыланды. Кей ақпарат құралдары америкалық ConocoPhillips'тің жобадан шыққаны жайлы жазды. Компания Қарашағандағы өз үлесін кімге және қаншаға беруі ықтимал? Бұл сауал әзірге жауапсыз қалып тұр. Мұнай және газ министрлігі инвестор компаниядан өтініш түспегенін айтады. Бұл тақырып қуырылған жұмыртқа секілді, ып-ыстық. Ешкім қол жеткізіп алмайды, және ол тек журналистер арасында сөз болған.